Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоның астындағы бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар. Біз сізге ең жақсысын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз басадық. Премьер-министрдің орынбасары, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова Астанада тұруға шектеу қойылмайтынын айтты, деп хабарлайды Массагет кз тілшісі. Бүгін түске дейінгі үкімет отырысында Тамара Дүйсенова Астанаға көшіп барушыларға шектеу енгізу дұрыс шешім екенін айтқан еді. Министр түстен кейін журналистерді кеңсесіне шақырып, қойылған сұрақты дұрыс түсінбегенін айтты. Астанада тұруға байланысты шектеуге тоқталайын. Астанада тұруға, келіп кетуге шектеу жоқ. Конституцияға сәйкес, бүгінгі күнде елордаға келу мен кетуге ешқандай шектеу болмаған. Мұндағы шектеу тек адамға тұруға арналмаған, ғимаратты жалға бергендерге қатысты болады. Мысалы, гаражды жалға беретін адамдарға шектеу болады, оны жалға алып тұрғандар бар. Ондай жерде адамды тіркеуге болмайды. Осы нысанды жалға беретін адамның жауапкершілігін күшейту, яғни айыппұл мөлшерін 15 А2-ден 30 А2-ге дейін көтеру туралы ұсыныс жасалды. Қазіргі таңда бұл мәселені жұмыс тобы қарап жатыр, деді Тамара Дүйсенова.